Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 6 сынып, 6 бөлім, 5-ші, 6-шы сабақтардың тапсырмаларын орындаймыз. Каналға жазылыңыздар, үй тапсырмасын бірге орындайық. Ең алғашқы тапсырма. Суретке қарап, мәтін құрастыру керек. Және осы суреттерді бір-біріне байланыстыра отырып мәтін құрастыру керек. Осындай мәтін құрастырдық, оқып көріңіздер. Келесі бірінші тапсырма, мәтінді оқы, өзіңіз оқыңыздар. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Зәм-зәм суының ерекшелігі неде? Қандай су ішуге болады, болмайды? Осы жайында не білесің? Бұлақтан, қайнардан су ішіп көрдің бе? Мінекей мен сіздерге сұрақтарға жауап беріп, төменде жауаптарын жаздым. Бірақ өздеріңіздің пікірлеріңізді қосып, өз ойларыңызды қосып, сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Бұл тек қана үлгі ғана. Келесі үшінші тапсырма. Өлеңді жаттап ал, өздік есімдігінің түрлену себебін түсіндір. Өздік есімдігін қай сөзбен ауыстыруға болатынын немесе болмайтынын дәлелде. Өлеңді балалар өздеріңіз жаттап аласыздар. Бұл өлеңде өздік есімдігі өзім деген сөз ғана, жалпы өздік есімдігіне тек қана бір ғана сөз, өз деген сөз енеді. Қалғандары сол өздің түрленген формалары, яғни өзім, өзің, өзі деген сыңайлы. Бұл жерде өзім және өзіме деген екі сөз өздік есімдігіне жатып тұр. Енді қай сөзбен алмастырамыз десек, мен деген сөзбен алмастыруға болады. Мәселен, мен күнмін, мен от, сөзім қысық көзім диод, өзіме өзім табынам, мен өзіме табынам деп келтірсе болады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма, диалогты оқыңыз, ауызекі сөйлеу тілінің ерекшелігін анықта дейді. Диалогты оқып шығасыздар, ауызекі сөйлеу тілінің ерекшелігі ауызекі стильде жазылуында, яғни ауызекі стильде берілуінде. Ол көбіне қарапайым, түсінікті сөздер қолданылуымен ерекшеленеді, сонымен қатар одағай сөздер, қаратпа сөздер жиі қолданылады. Осындай ерекшеліктері бар және эмоцияға берілген мәтін болады. Бесінші тапсырма, мәтінді салыстыра оқы, ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктерін анықта дейді. Екі мәтін берілген. Енді бірінші мәтінде мінекей таза бұлақ әңгімесінде мәтін көркем әдебиет стилінде жазылған, диалогтар ауызекі сөйлеу стилінде жазылады, өйткені ауызекі сөйлеу стилі диалогқа құрылады. Яғни әрі қарай түсіндіріп жазып отырмын. Екінші мәтін бұл көбіне ғылыми стилде берілген. Оқып түсініп алыңыздар. Алтыншы тапсырма, оқылым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер. Яғни екі мәтін болды жоғарыда, сол екі мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру керек. Мінекей жауаптары төменде, өздеріңіз салыстырып оқып көріңіздер, өз пікірлеріңізді қосыңыздар. Егер дәл осы мәтіннің Word нұсқасы керек болса, комментарийге жазып кетіңіздер, мен сіздерге қалдырамын Word нұсқасын комментарийде немесе пошталарыңызға жіберемін. Жалпы барлығы, қателеспесем, 6 сұрақ. Осының барлығына жауап берілді. Оқып көріңіздер. Жетінші тапсырма, мәтіннен болымсыздық есімдіктері қолданылған сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің тапқаным мына бір ғана сөйлем болды. Осыны көшіріп жаздық. Ішінде еш уақытта деген болымсыздық есімдігі бар. Жалпы балалар, болымсыздық немесе болымсыз есімдіктер дегеніміз не? Бұлар еш деген сөздің тіркесуі немесе осы сөздің бірігуі арқылы жасалған барлық есімдіктер болымсыздық есімдіктер деп аталады. Енді қашан бірге және бөлек жазылатын мінекей жоғарыда төменде көрсеттім. Еш сөзі қашан, теңе, бір, қандай немесе сондай бір сұрау есімдіктермен тіркесетін болса, бірігетін болса, онда бірге жазылады. Ал егер зат есімдермен, яғни нәрсе, адам, уақытта, бала, басқа сөз зат есімдермен тіркесетін болса, онда ол бөлек жазылады. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі 8-ші тапсырма, сөйлемдерді көшіріп жазып, болымсыздық есімдігінің түрлену себебін түсіндір. Мінекей түсіндірдім, бұл жерде оқып, мұқият түсініп алыңыздар. Қалай түрленген барлығы жазылған, яғни тәуелдік жалғауы қосылып тұр кейбір жерлерде септіктер бар.
түсініп алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийде сұраңыздар. Және 9-шы тапсырма: болымсыздық және өздік есімдіктерін төмендегі сөздермен байланыстырып кестені 5 минутта толтыр. Болымсыздық есімдігі дегеніміз еш деген сөзден басталатын есімдіктер, өздік есімдігі дегеніміз тек қана өз деген сөзбен басталатын есімдіктер. Бұлақ деген сөзге ешбір бұлақ, көл деген сөзге көлдің өзі, өзен дегенге еш өзен, теңіз дегенге ешбір теңіз, ешқай теңіз, немесе ешқандай теңіз деп тіркеуге болады. Немесе теңіздің өзі деп айтуға болады. Ешқандай өзен деуге болады. Өзен ешқашан деп келтіруге де болады. Бұл енді өзіңізге байланысты. Құрметті ата-аналар және балалар, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Міндетті түрде үй тапсырмасымен немесе қазақ тілінің грамматикасымен басқа да мәселелермен сіздерге көмектесуге дайынмын. Назарларыңызға рахмет.